Саламатсыздар, мен студент дәрігер Мұхамеджанов Мажан. Бүгінгі жасайтын манипуляциямыз сіздің мұрынға риноскопия жасаймыз. Яғни бұл үшін бізге керекті құрал-жабдықтар бұл ең бірінші жарық көзі, маңдай рефлекторы және де мұрын айнашасы болып табылады. Науқасты бірінші науқасты өзімізге қарап орнатамыз және де жарық көзін науқастың құлақ тұсынан қоямыз. Яғни бұдан кейін біз маңдай рефлекторын киіп, оң қолмен 20-30 сантиметрден мұрынға жарық түсіреміз және де оң қолдың бас бармағын мұрынды көтереміз және де осының мұрынның кіреберіс жерін және де терілерін көреміз, яғни тазалардың бар жоғын, кедергілердің бар жоғын қарап өтеміз. Одан кейін мұрын айнашасын аламыз. Мұрын айнашасын сол қолға алып, бас бармағын мойын айнашасының бұрандасында орналасады және саусақ және де одан кейін саусақтармен қысамыз. Яғни бұнда мұрын айнашасын 0,5 сантиметрге жарты сантиметр көлемде мұрынға кіргіземіз және де төмен түсіріп мұрынды ашамыз. Одан кейін біз мұрын уысының ішкі беттерін қарап өтеміз осы арқылы. Яғни бұнда көретін нәрсеміз тері жабылмасы, түсі және де мұрын жарғанын көріп өтеміз. Яғни бұл кезде көргеннен кейін, яғни мұрын айнашасын жайлап жауып, жан-жағына тигізбей, яғни зиян келтірмей аламыз. Яғни бұндағы айтылатын нәрсе мұрынның жарты бөлігін көрген кезде бұның шырышқы қабатын көреміз. Қалыптыда бұл қызыл болып табылады, нормада қызыл түсті болады, беті тегіс болады, және де мұрын пердесі ортаңғы